достар, бүгінгі тақырып мақсат қою жайында болмақ. Ең алдымен дәл қазір видеоны паузаға қойып, бұрыннан келе жатқан ойыңызда немесе бір жерге жазып қойған мақсаттарыңыз болса, қайтадан қолыңызға қағаз, қалам алып, немесе телефондарыңызға жазып шығуларыңызды сұраймын. Бұл өте маңызды. Сондықтан да паузаға қойыңыздар. Мен ешқайда кетпеймін. Мен осындамын. Керемет, егерде сіздер дәл қазір жазып шыққан болсаңыздар, ең алдымен мақсат сөзінің анықтамасына үңілсек, бұл интернеттің айтуы бойынша белгілі бір уақыт ара ішіндегі результаттың фиксациясы. Барлық адамдарға белгілі бір метод туралы айта кетсек, бұл смарт методы деп аталады. Бұл 5 пункттен тұрады. Біріншісі специфик, нақты әрі түсінікті болуы. Яғни, мысалға алатын болсақ, жай ғана арықтаймын дегеннен көрі, оны детальдармен толықтырсақ, нақты әрі түсінікті болып келеді. Мысалға, келесі 2 ай ішінде 6 килограммға арықтаймын. Екінші measurable, бұл сіздің мақсатыңыздың результаты өлшенетіндей болуы. Жаңағы мысал өлшенуі өте оңай деген ойдамын. Одан кейінгі achievable, бұл цельдің қолжетімді нүктеде болуы. Сіз өзіңізді қатты қинап, мысалға 10-15 килограммға арықтаймын деп қойып қойсаңыз, бұл сіздің мақсатқа деген құлшынысыңызды жоғалтып жібереді. Сондықтан да кішкене қадамдардан бастаған абзал. Одан кейінгі relevant, бұл сіздің жеке не жұмыс орныңыз болуы мүмкін, не компанияңыздың стратегиялары мен сіздің мақсаттарыңыздың ұштасуы. Бұл жерде, бұл пунктта өте маңызды. Көбінесе адамдар көп видеолар мен кітаптар оқып алғаннан кейін басқа адамдардың мақсаттарын көшіріп алып, не соларды жасағысы келеді. Бұл өзінікі емес деген сияқты, бұл негізі жасалған кезде байқалады. Мысалға, егерде сіздер тағы да ең маңызды жайттардың бірі, егерде сіз таблицамен күн сайын таблицамен фиксация жасап жүрген болсаңыз, кейбір мақсаттар жасалынбай қалады. Осы кезде сіз жасалынбай қалған мақсаттардың өзіңіздікі емес, немесе басқа біреуден көшіріп алған болуыңыз мүмкін, немесе сізге дәл қазіргі сәтте сізге бұл мақсат қажет емес. Бұны кейін жасауға да болады, немесе бұл сізге мүлдем қажет емес. Одан кейінгі time bound, бұл белгілі бір уақыт ішінде жасалынуы тиіс. Жаңағы мысалды алатын болсақ, 2 ай ішінде 6 килограммға арықтаймын. Бұл жерде уақытпен шектеген өте дұрыс. Неліктен? Өйткені бір ғалымдардың зерттеуі бойынша университеттің студенттерін 2 топқа бөледі де, бұларға бір күнде орындалатын тапсырманы бірінші группаға жарты күн береді, екінші группаға 4 күн береді. Сондағы результат, бірінші группа бір күнде жасайтын тапсырманы олар жарты күнде бітіріп тастайды, ал екінші группа 4-ші күннің соңында ғана бітіреді. Бұдан шығатын қорытынды, әр тапсырманың немесе цельдің уақытпен шектемесек, ол әрі қарай келесі күнге немесе
келесі жылға, 10 жыл, келесі ғасырға кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да дәл қазір уақытпен шектеп тастағаныңыз дұрыс. Тағы да бір маңызды айта кететін жайттардың бірі бұл орын ауыстыру. Жаңа жерге барып, мақсаттарыңызды жазу бұл сізге бір заттарға басқаша көзқараспен қарауыңызға көмектеседі. Өйткені қазіргі отқан немесе бұрынғы жеріңіз көптеген адамдармен, жағымсыз ситуациялармен байланысты болып келеді. Бір адамдармен ұрысып ренжісіп қалуыңыз мүмкін деген сияқты. Сондықтан да жаңа жерге барып орын ауыстыру бұл өте маңызды болып табылады. Бір бала жақсы сол тілні жақсарады, а бір бала өкінішке орай. Апа, кумаси. Одан кейінгі таблицамен жұмыс жасау күн сайынғы кішкене болса да, бірақ әрдайым жасалынып жүретін істер сіздің сол мақсатта жемісін береді. Бұл одан кейінгі қазіргі кезде көп адамдардың қолданатын бір әдісі бар. Бұл әлеуметтік желілерде өздерінің пландарын болсын, мақсаттарын жариялап жіберу. Бұл мүмкін сол адамдарға жариялағаннан кейін орындалатын шығар. Мысалға, мен оны құптамаймын, өйткені мен ешқандай давлениесіз, өзім расслабленный күйде, және де осы тек қана результаттың бір результат болғаннан кейінгі сәттен емес, сол барлық жасау процесінен ләззат алғанды дұрыс деп ойлаймын. Кейбір адамдар басқа адамдарға уәде беріп қойып, не жариялап, оны жасау керек еді деп өздерін қинап, одан кейін ол мақсат оған дәл сол уақытта керек болмаса, оған уақыт кетіріп, өздерін қинап жіберуі мүмкін. Сондықтан да өздеріңіз қараңыздар, әркімнің өз ойы бар. Келесі бұл бұрын жеткен жетістіктеріңізді жазып шығып, қайтадан сол жетістікке жету барысында қандай стратегия қолдандыңыз, неліктен ол жетістікке қалай жету жолы оңай болды деген сияқты сұрақтар қою арқылы сіз сол стратегияларды келешекте болатын мақсаттарда қолдансаңыз, бұл сізге оңайырақ болуы мүмкін. Келесі бұл мақсаттарды жазып болғаннан кейін, келесі қадам бұл әрбір сферада өзінің ментор немесе наставникті табу, олармен сөйлесіп, қиындықтар, қиын жолдардан қалай өткені туралы сұрап білгеннен кейін, бұл сізге оңай болуы мүмкін. Немесе басқа жолы, бұл сіздің достарыңыз дәл сондай ұсыныспен, сұрақтармен келіп тұрса, сіз қалай жауап берер едіңіз? Немесе сіздің идеалыңыз болса, сол сұраққа қалай жауап берер еді? Бұл кез келген шешімге, кез келген сұрақтарға, ұсыныстарға басқаша жауап іздеудің амалдары. Достар, мен барлық көрген, білген, қолданатын әдістеріммен барынша бөлісуге тырыстым. Енді сіздер осы тақырып бойынша өз ойларыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер, және де тағы да басқа өзіңіз қолданатын әдістер болса, оларды жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өзіңізді өзгертуге дәл қазір бір қадам жасаңыздар. Көріскенше.